Үржар районына жатады ғой, негізі Шолпан ауылы. Осыны шешетіндей болатын болса, мен өзім жаңадан келген әкім Мұғалиевке приемға жаздып кіріп, ары қарата халапат айтайын, болмаса баратын болам. Менің ойым тек қана әйел боп, ана боп, сол азаматтар ойын, жігіттер, еркектен бір төмен сата тұру деген сөзді ұстап, осы билікті Үржар менен Шолпанның әкіміне берейін деп отырмын. Екеуі не шешеді екен, соны білейін деп отырмын. Екіншіден, құдамның әкімдіктің ішінде потасы неге тұрмағанын, мен құрмет тақтасына не келінгенін біліп көрейін деп отырмын келешекте. Енді осы жыл 9 майда 80 жылдық қой. Осы 80 жылдықта бұлар жаңағыда үйге бір-екі орамалмен бір-екі кәсесіне әкеле салам екен, бір немене шайын әлгі. Бір шер шайын әлде үлкен адамдарға ардагерлер бар шығарды. Ардагер бабушкаларда бұрын көп болған. Мен ыңғай келем Құданың 9 майына, сонда 9 наурызға дейін еді. Майда неге айтасың деп біреулі неге етпесін меніменен. Россияның қыздары айтып жібереміз мұндай сөздерді. Сонда бірдеңе ашар ма екен деген ой отыр. Мектептің алдында бірдеңе өткізе ме, бір жақсы жиын. Иә. Адам қыдырып келгенде сөңкіс табақ бірдеңені әкеле салады ғой, соғысты бірдеңе береміз салам екен деп отырмын. Бұтыр солай келген әкім негізі. Иван отыр табыстап кеткен, менде поталар болған, мен салған жоқпын оны. Қай потаны сала берейін кешке дейін еді. Соныменен менің құдамның әңгімесі осыменен жалғасып жатыр. Халық өте қолдап жатыр, берілу керек деп жатыр. Расында да байдың асын байғұс қызғанбай осы кісіге мектептің атын берсе мен жөн деп тұрмын. Өткен өлгілі семья, бала шағасына шейін түгел айтып отырмыз. Түгелдей сол адамды міне деп пір тұтатын адам деп айта алар едім мен. Күтеміз енді, арты не болатын. Біз қабырымыз деп күтіп шүкір тәуба деп үйренген халықпыз ғой.